сограждане, ровно в это время, 100 дней назад, началась наша священная война против сил зла. Именно тогда эта свора нацистов коварно напала на нашу землю, сбросив на нас ядерную бомбу. Эти сволочи думали, что это сломит нас, но нет, не пройдет. Мы никогда не будем сломлены, мы богоизбранный народ. И сегодня я к вам с прекрасными новостями. На следующих кадрах вы можете видеть, как наши бравые, доблестные и храбрые солдаты из 346-й мотострелковой и 23-й танковой дивизии входят в город Дзержинск. Вы только посмотрите, как с хлебом, солью, а главное с радостью и слезами на глазах наших доблестных солдат встречали наши люди. Мы пришли их спасать. Фашистские войска противника убежали, сверкая пятками, трусы. Сөзсіз жүйеміз. Так, сөзге алдым. Алдын әкей. Бітті? Ver. Қасың, туалеттен тауып алдым. Болды кафелді жарып шығып өсіп тұр. Бұл жерде үнемі қараңғы ғой? Оты чөпті өсіп шыға береді. Біз бункерді аман қалып, бір күн ушыл чөпті жердің үстінен шығамыз. Иә, мен де күн нұрын сағындым. Бірақ біз ешқашан сыртқа қайта алмаймыз. Пессимист болып өтші. Ушыл чөпті тырысчақ болсам, мен мұны өстірен. Чоқ өстірен. Армандауды доғар әсел. Сосын сыртқа шыққын келетіні жайлы ешкімге айтпа. Ешкімге. Егер сене пәже білсе, біз біттік. Мы не позволим никому угрожать нашей свободе и независимости. Мы готовы к победе в этой войне. Наша армия – это гордость нашей нации, и мы будем поддерживать ее в борьбе за мир и стабильность. Сегодня война – это необходимость, чтобы защитить наших близких и нашу страну от врагов. Мы не боимся врагов, мы готовы сразиться с ними на любой земле и в любых братьев и сестер на поле боя. Война – это время проверки нашей силы и выносливости, испытание для нашей нации. Это война. Война! Әй, не oldu? Емде тұқтап қалма? Не oldu? Еже, мен азыр тезеле оңдап қолым бір жері шап қалды азыр тезеле. Сен сенемне өзгөчөсүң бі? Тиіп қойым асыр деп. Сен аяғын білесің тетіге өйде тек тағы балдардың формасы жоқ қалды. Түшініп отасың бі? Ой, еже, аларға айтпаңызшы, азыр тезеле оңдап қолым. Сілерімне жалдырып атасыңар. Қаншаншы күн? 25 сентябрь сияқты. Враг выпустил на нас ядерную ракету. Это не учебная тревога. Прячьтесь в подвалы и бункеры, которые открыты по всей стране. И да пребудет с вами. Так, пожалуйста, без паники, успокойтесь. Давайте проходим. У нас есть бункер. Быстрее, скорее, проходим. Проходим, быстрее, 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 быстрее.
Асел, бұл жақта не қылып жүресің? Зейнепче, біз бұл жаққа түшкен күнде естесеңіз, телевизордан бір қорқынышты хабар шығып, ызычы болып бізді бұл жаққа түшірішті. А башқаларчы, алар қайда? Администратор қайда? Егерде жерде жаша жоқ қалса анда бізге тамақты кім жазып атады? Біз форманы кімге тігіп атабыз теги? Асел, қорқынышты сөзді жаңағы телевизордан емес сен айтып жатасың. Емне, бұл жерден кеткің келіп атабы? Жемне өлгің келіп атабы? Шықпай отырғын, сен азабыңды тартып жүрбейін мен дағы. Кешеге киночу, мен ошоға досторыменен барайын дегем. Бомба түшті деген күні, ал кино шығарек болчу. Егерде бізге бомба түшірсе онда, қайдағы жеңіштер өлгөнді жоқ қылышты деп еді әлі. Емне там-тамақтап отасың, алжып қалдың бы? Ишенмесең бар, кет, ақ жол саға. Кетем. Еш тәрсам әлі кетем. Моғыл ешке жолысың, башыңды жұлып салам. Ұқтың бы? Бас! Сен жүргі отырасың. Осыңды жап, отыр іште. Бүтті де, о жер жіптерін кесіп өтші. Дем оғыда бұл жетті. Бағдады. Азаматсың. Асел! Қайыққа жүйді оқуын жардан бері білетші. Жардан бердейсің енді. Қой берді! Қой берді! Қой берді! Қой берді! Қой берді! Бәрі жалған. Жалған. Ма дағыл ешім айтасары? Мына ешін жаны тұрған дозиметр. Көрілер бе? Ішінде жебесі саңғып тұрады. Мұн бары жасалма, мына. Қорқады! Біз ақысыз күш қатары қолданып атышады. Бары жалған, мұндан баштап Зейнеп кешейін. Я, дұрыс. Бізде әлі мәңгілік бар. Бізде жоғарыда отырған адамдармен сөйлесу керек. Егер біз көтеріліс жасасақ, олар бізді тыңдайды. Отыр түсі. Емне ол отасың? Бар жалғаны қап айтатпаймын. Қапу. Ишенбей келеші бұға. Өткірім! Асел! Барыңар зомбиден көк бала қаптысыңар. Еме телевизор жоқ қанша мүшеді ойлана баштайсың.
Здравствуйте, уважаемые сограждане.